Саламатсыздар ма, құрметті біздің көрермендер. Бүгінгі біздің тікелей эфир фитосараптама әдісіне арналады. Жалпы фитосараптаманың ауыл шаруашылық дақылдар үшін маңызын, жалпы шаруа қожалықтар үшін қандай оның маңызы бар екендігін, сонымен қатар әр дақыл үшін бұл негізгі анализдің маңыздылығын біз айта кетеміз. Және зертханалық жағдайда Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының фитосанитарлық зертханалық сынақ талдау орталығында фитопатология зертханасындағы қолданылатын әдістерді айта кетеміз, көрсетіп кетеміз. Жалпы тұқымдардың сапрофитті және паразиттік инфекциялар қоздырғыштар құрамы мен едәуір залалдануына байланысты фитопатологиялық сараптама тұқымдық қордың жағдайын бақылау және қорғау шараларының жүйесін біліктілікпен шешуге мүмкіндік беретін негізгі сараптамалардың бірі, негізгі әдістердің бірі десек болады. Тұқымдық материалдарға аурумен залалдануына уақытылы зерттеу жүргізу, қаржылай шығынды төмендетуге шаруашылықтар үшін, сонымен қатар жоспарланған өнімді алуға мүмкіндік береді. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы, ФАО дейміз ғой. ФАО-ның соңғы мәліметтері бойынша тек аурулардан болатын әлемдегі астық дақылдарының, әсіресе бидай дақылының тек аурулардан болатын шығынның өзі 38 миллион тоннаға жеткен. Бұл қаржылық көрсеткішпен айтқанда 2,9 миллиард долларды құрайды. Бұның өзі аз ақша емес, және бұл тек айтып кеткенімдей зиянкестер, арамшөптер, ауа райы жағдайына байланысты емес, тек аурулардан ғана болатын шығын болып табылады. Бұл шығын осы азық-түліктік маңызы бар дақылдың өнімділігін 9,5%-ын құрайды екен. Қазіргі жағдайды талдау, қорғау іс-шараларына жұмсалатын шығындардың өсуіне қарамастан, өнімді зиянды ағзалардан келетін негізгі ысырабы, дақыл өнімділігінің өсуімен бір мезгілде өсу үрдісі де бар екендігін байқап отырмыз. Дәнді дақылдардың жоғары өнімділігін қамтамасыз етудің негізі бұл кондициялық тұқымдарды егістікке себу болып табылады. Кондициялық тұқымдар дегеніміз, яғни ГОСТ дейміз ғой, яғни мемлекеттік стандарттағы көрсетілген барлық көрсеткіштерге сай тұқымдарды себу. Яғни оның өнімділігі, өнгіштігі, лабораториялық өнгіштігі, өсу энергиясы, ылғалдылығы, сонымен қатар тазалығы, осындай және тағы басқа кездесетін стандартта көрсетілген көрсеткіштерге сай тұқымдар болып есептеледі. Қазіргі таңда сорттық егіс пайызы жалпы Қазақстанда 95%-дан 60%-ға кеміген. Көптеген шаруа қожалықтары тексерілмеген тұқымдарды себуде. Ал егер тіпті кейбіреулері тексеретін болса да, тек оның егістік сапасын ғана, яғни тазалығын, олардың арамшөп тұқымдарымен ластануын, олардың басқа да көрсеткіштермен көрсетілуін ғана тексереді. Бірақ толық фитосараптама жүргізбейді. Дәнді дақылдар ауруларының
шамамен 60%-на дейіні тұқымдармен берілетіндігі бізге ауыл шаруашылығы мамандарына белгілі. Сонда да шаруашылықтар фитосараптаманы іс жүзінде дұрыс өткізбейді. Сондықтан фитосараптамасын жүргізу өте маңызды болып табылады. Тұқымдық материалды дайындау, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге жоғары әрі тұрақты өнім алуға, сонымен қатар олардың күтілетін шығындарын ақтауға және қосымша өнімді де дұрыс алуға, экономикалық тиімділігі жағынан да жоғары болуына, алынған өнімнің сапасының да жоғары болуына тікелей әсер ететін дүниелер. Яғни тұқымды дәрілеу өскіндер мен жас өсімдіктерді ауру қоздырғыштарының таралу мен дамуына бақылау жасауға мүмкіндік беретін және міндетті тәсіл болып қала береді. Ол солай болған және солай қала береді. Сонымен қатар қазіргі инсектофунгицидтік бағыттағы қазіргі заманғы көптеген компонентті дәрілегіштер дақылдың ерте дамуы кезеңінде тек қана аурулардан қана қорғап қоймай, сонымен қатар инсектицидтер зиянкестерден де қорғайды. Фитосараптама агрономға жұмыс істейтін егіс материалының сапасын анықтап беруге зор мүмкіндік тудырады. Яғни оның сапасын анықтап, оның себу мөлшерін анықтап, қандай қорғау шараларын қолдануға дұрыс шешім қабылдауына мүмкіндік береді. Мысалы, егер қара күйе ауруы болса, бұл өз алдына бір шешім. Егер фитосараптама жүргізілген тұқымдарда негізінен тамыр шіріктері және басқа да саңырауқұлақ және бактериялы аурулар болса, бұл әрине басқа шешім болар еді. Егер кейбір шаруа қожалықтарында аңыздық алғы егістіктен кейін себілетін болса тұқымдар, онда бұл яғни агроном оның қорғау шараларын басқаша жоспарлайды. Тағы бір айта кететін жайт, сонымен қатар ерте шығатын зиянкестер пайда болатын ерте егілетін дақылдар болса, ол агроном үшін шешім табуға тиіс тағы бір жолы болып табылады. 2019 жылы Қазақстанның кейбір астық себілетін аудандарына жүргізілген зерттеу жұмыстары барысында бірнеше мың тонна көлеміндегі тұқымға фитоталдау жүргізілді. Бұл шаруашылықтар гельминтоспориозбен, көбінесе фузариозбен, бактериозбен, септариозбен, альтернариозбен, зең саңырауқұлақтарымен, сонымен қатар қара күйе ауруларымен залалданған анықталып, өкінішке орай сондай үлкен қауіп тудырды. Яғни үрейлі жағдай туғызды десек те болады. Яғни алғашқы нәтижелер барлық талданған партиялардың сапрофитті және патогенді аурулар кешенімен залалданғанын көрсетті. Тұқымдардың жалпы патогендермен залалдануын орташа көрсеткішпен есептегенге 90%-ға жетіп отыр. Бұл әрине өте ауыл шаруашылығы үшін өте қорқынышты жағдай десек болады. Қазақстанның әртүрлі аймақтарында көптеген астық егетін шаруашылықтарында өсіп өну, яғни вегетациялық кезеңінде егісті аурулардан қорғау кейінгі кездері жақсы әдетке айналып келеді, бірақ барлық шаруашылықтарда емес әрине. Кейбір жылдары фунгицидтердің
қолданылуының биологиялық және экономикалық тиімділігі айқын байқалады. Шаруашылық иелерінің жылдан жылға тұқымдарды себу алдында дәрілеуі жауаптырақ болып келеді. Көптеген шаруашылықтар оған дұрыс көңіл аударып келеді. Бұл әрине қуантатын жағдай. Көбінесе солтүстік аймақтарда бұл қолға алынып, жақсы көрсеткіштерге ие болып келеді. Көптеген аурулар тұқымдар арқылы таралатындықтан, олар химиялық құрамы бойынша, яғни тұқымдар ауру қоздырғыштар патогендеріне және сапрофитті патогендерге химиялық құрамы бойынша өте жақсы бір дамитын орта болып табылады. Яғни қоректік ортаға бай, кез келген патогеннің дамуына, ары қарай таралуына жақсы орта болып табылады. Соңғы жылдары себілген тұқымдардың 75-80%-на деңгейінде дәрілену көлемінің тұрақтануына байланысты тұқымдардың берілетін, яғни тұқымдармен берілетін аурулардың егістікте азаюы өкінішке орай, әсіресе қара күйе, тамыр шіріктер ауруларының дамуы әлі бәсеңдей қойған жоқ. Бұл жоғары деңгейде болып отыр. Аурумен келтірілген залал өнімнің елеулі шығындарында және тұқымдық материал сапасының төмендеуінде ғана емес, сонымен қатар астықтың қоректік құндылығына да әсер етеді. Мысалы, қара күйе ауру өте зиянды екенін біз бәріміз білеміз. Егістікте оның 0,1%-ның таралуының өзі өнімділіктің, яғни егін шығынының 1-2%-ға, кейбір шаруашылықтарда тіпті 13%-дан 30%-ға дейін артуына әкеп соқтырады. Ондай жағдайлар бізде тіркелген. Тағы бір айта кететін ауру ол мысық фузариозы. Бұл аурулар ие өсімдіктің ұлпаларында таралып, оның дәндерінде сақталып, өсімдікті улы заттармен қанықтырады. Улы токсиндерге толы дән жалпы адам баласының өліміне дейін әкеп соқтыруы мүмкін. Бұл синдром негізінен алиментарлық оттолейкия деп аталады. Өткен ғасырдың 40-шы жылдарында, әсіресе Қазақстанның Орал өңірінде көптеген адамдар осы саңырауқұлақтардың әсерінен құрбан болғаны белгілі тарихтан. Сонымен қатар залалданған өнімді, яғни залалданған бидай астық дәндерінен пайда болған азық-түліктік өнімдерді көп пайдаланған адам бірте-бірте психикалық бұзылуларға және оның анемиясына әкеп соғуы мүмкін. Егістікте кең таралған астық дақылдарының жалпы тағы бір ауруы бұл гельминтоспориоз. Гельминтоспориозбен өсімдіктің барлық мүшелері залалданатынын біз білеміз. Жас және ересек өсімдіктердің тамыр жүйесі шіріп кетеді. Кейде өскіндерде бір тамырдың орнына 3 тамыр дамып, кейде олардың жас өскіншелері қисық дамып, соңында бұл өскіннің жойылуына келіп соғады. Ал септориоз ауруымен залалдануы бұл жапырақтың уақытынан бұрын жойылуына және сабақ аралықтарының, сонымен қатар масақ қабыршақтарының залалдануына, сонымен қатар өсімдіктің фотосинтетикалық белсенділігін
яғни оның жапырақтың дұрыс фотосинтез процесінің жүруінің белсенділігін төмендетеді. Және де вегетациялық кезеңде оның, яғни сол аурудың вегетациялық кезеңінің қысқаруына да әкеліп соғады. Септориозбен залалданған егістіктерде көбінесе ауру шығыны, керісінше жаңағы өнімнің түсімі оның шығынының 60%-ын құрайды. Жалпы егістіктерде тағы бір таралатын үлкен аурулар бұл бактериозды аурулар, көбінесе тұқыммен берілетін аурулар, және тұқымның бетінде емес, көбінесе бактериоз аурулары тұқымның ішінде орналасатындықтан өте зиянды болып келеді. Бактериоз аурулары тамырлардың, сабақ негізінің шіруіне, сонымен қатар бос масақтануға келіп соғады. Және де ұрық аймағының залалдануына әкеліп соғады. Бұл атап өтілген аурулардың ең қауіптісі ұрық негізінің залалдану болып табылады. Кейбір жылдары елімізде жаздық бидайдың тұқымдарының 50%-ға дейін жуығы осы ұрық тегершігінің шіруіне байланысты болып келеді. Бұл ұрық тегершігінің шіруі ауруының салдарынан тұқымдардың өнгіштігі 35%-ға дейін төмендейді. Сонымен қатар тамыр шірік ауруының одан сайын артуына және өнімділіктің күрт төмендеуіне әкеліп соғады. Егістікте тағы бір тұқымдар арқылы таралатын ауру бұл альтернариоз ауруы. Өсімдіктер үшін де, адам мен жануарлар үшін де өте қауіпті аурулардың бірі болып табылады. Жалпы осы тұқым арқылы берілетін аурулардың кешені өнімділікті 30-дан 70%-ға дейін төмендету күші бар, яғни мүмкіндігі бар. Ал бұл комплекс, яғни бұл жиынтық, аурулардың бұл жиынтығы өнгіштікті 35%-ға дейін төмендетеді екен. Жалпы өсімдік ауруларының егістікте дамуын болдырмау үшін тұқымдарды аурудың өсімдік ауруларының егістікте болдырмау үшін, сонымен қатар тұқымдарды аурулардың алғашқы көзі ретінде зерттеу қажет. Тұқымдардың егістік қасиеттерін анықтау сияқты, олардың залалдануында қандай аурулармен залалданатынын білу де өте маңызды болып табылады. Фитосараптама сонымен қатар елімізде шығарылып жатқан, патенттеліп жатқан көптеген сорттарға, гибридтерге өз әлеуетін ашуға, өзінің өнімділігін дұрыс көрсетуге де үлкен мүмкіндік береді. Тұқым фитосараптамасы препараттарды тек дұрыс таңдауға ғана мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар дәрілеуді де дифференциалды түрде қолдануға мүмкіндік береді. Дифференциалды дегеніміз, яғни шаруашылықтың қаржылық жағдайы барлық жерде бірдей емес, біз оны білеміз. Агроном, сол шаруашылықта істейтін агрономға қаражаттың жетіспеушілігіне байланысты нақты қандай ауруға, нақты тұқымның қай партиясына қорғау шараларын дұрыс жүргізуге, сонымен қатар қорғау шараларын дұрыс таңдауға, немесе жиынтық кешенін қолдануға, агротехника мен химиялық, биологиялық шараларды бірге үйлестіруге мүмкіндік береді. Тұқымдарды
егу алдында өңдеу үшін қазіргі заманға препараттарды пайдалана отырып салыстырмалы түрде жоғарғы деңгейдегі әрі біркелкі өскіндер алуымыз үшін бұл дәрілегіш препараттардың сапасына және тиімділігіне де байланысты болып келеді. Осымен достар, мен ойлаймын, фитосараптама жүргізудің маңыздылығын айтып өттім деп. Яғни ол ең алдымен адам денсаулығы үшін, адам өмірі үшін, одан кейін бізге азық-түлік болатын жануарларымыз үшін, яғни 4 түлік малымыз үшін, сонымен қатар мол өнім алуға, еліміздің экономикасын көтеруге, шаруа қожалықтың экономикасын көтеруге және сапалы әрі толыққанды пайдалы дәрумендер сақталған өнім алуымыз үшін негіз болып табылатын әдістің бірі екеніне дәлелдедік деп ойлаймын. Енді мен сіздерге жалпы фитопатология зертханасында фитосараптаманың қандай әдістері бар, оларды қалай жүргіземіз, соны көрсетіп кеткім келеді, айтып кеткім келеді. Жалпы кез келген зертханада біз фитосараптаманы жүргізу үшін негізінен әдістемелік нұсқаулықтарға және мемлекеттік стандарттарға сүйенеміз. Яғни әр дақылға, әр сортқа, сонымен қатар дақылдың өсіру мақсатына қарай, мысалы мал азықтық па, әлде жем-шөптік па, әлде астық па, немесе азық-түліктік дақыл ма, сол дақылдың қолданылуына байланысты біз әртүрлі әдістерді стандарттарына байланысты қолданамыз. Мысалы, соның бірі ауыл шаруашылық дақылдарының өнгіштігін анықтау үшін 12.038-84 мемлекеттік стандартын қолданамыз, яғни ГОСТты. Ауыл шаруашылық дақылдарының өміршеңдігін 12.039-82 ГОСТымен анықтаймыз, және басқа ГОСТтарды да қолданамыз. Негізінен жалпы кез келген тұқым ең алдымен зертханаға түскеннен кейін бізде әр тұқымға өзі ГОСТта көрсетілген, яғни стандартта көрсетілген белгілі бір көлемі бар. Мысалы, үлкен, яғни ауыл шаруашылық тұқымдары, дақылдарының тұқымдары 3 түрлі болып бөлінеді: кіші, орташа және үлкен. Үлкен тұқымдардың бірі бұл майбұршақ тұқымы. Мұнда 1 келі салмақта. Зертханаға алып келінген тұқымнан ең алдымен орташа проба дейміз ғой, орташа үлгі алынады. Мен аз ғана мысал ретінде көрсетейін. Негізі 1 келінің барлығы алынады, тақтайшаға жайылып, оның орташа үлгісі, яғни жалпы алынған үлгінің орташа үлгісі осылай оны 4-ке бөлу арқылы және 2 қарама-қарсы тұрған үлгінің алып тастап қалған 2 қарама-қарсы тұрған үлгіні қосу арқылы және қайтадан 4-ке бөліп орташа үлгі алу арқылы
бізге әртүрлі мақсаттағы үлгілер алынады. Мысалы, оның бірі жаңағы өміршеңдігін анықтау болса, екіншісі оның егістік сапасын анықтау болып табылады. Сонымен қатар ылғалдылығын да анықтаймыз. Бізде негізінен зертханаға келген тұқымдар ең алдымен мемлекеттік стандарт бойынша 3 түрлі бағытта зерттеледі. Яғни аурулары бойынша және екінші бұл гербологиялық бағытта, яғни оның тазалығын анықтайды. Мұнда сіздер сафлордың, яғни мақсарының тұқымдарын көріп отырсыздар. Мұнда алынған 50 грамм мөлшердегі тұқым, оның ішіндегі мұндай ауыл шаруашылық дақылдарына зиян келтіретін арамшөптердің тұқымдары, сонымен қатар осы сафлордың, яғни мақсарының дұрыс жетілмеген, щуплые дейді ғой орысша, дұрыс жетілмеген тұқымдары, дұрыс дамымаған тұқымдары, механикалық әртүрлі осы дақылды жинау барысында күзде механикалық әртүрлі зақымдауларға түскен, сонымен қатар зиянкестермен зақымдалған тұқымдары бірден алынып тасталып, олардың жалпы көрсеткіші мемлекеттік стандарттарда және әдістемелік нұсқаулықтарда көрсетілген есептеулер бойынша, формулалар бойынша анықталады. Тағы бір бағыт бұл энтомологиялық бағыт. Ол энтомология зертханасында жүргізіледі, және де ол жерде осы кез келген ауыл шаруашылық дақылдар тұқымының сақтау кезінде кездесетін зиянкестері, соны анықтауға мүмкіндік береді. Мұнда гербологиялық әртүрлі дақылдар, әртүрлі арамшөптердің тұқымдары көрсетілген. Бұл көмекші құрал болып табылады әрине. Келесі, жалпы фитопатология зертханасында негізінен қолданылатын әдістердің бірнеше түрі бар. Ол рулон әдісі, яғни таза стерилді фильтрлі қағазда әртүрлі ұзындығы 100 немесе 50 сантиметр, ол алынған зерттелетін тұқымның санына байланысты мемлекеттік стандартта көрсетілген әдістер бойынша алынады. Екінші әдіс бұл ылғалды камера, яғни мұнда көрсетілген фильтрлі қағаз алынады. Мұндай пластик табақшалар қолданылса болады, контейнерлер немесе петри табақшасында қолданса болады. Мұнда стерилді, қазір пинцет алсын. Мұнда стерилді фильтрлі қағаз, сонымен қатар стерилді майлық қолданған, қағаз майлық. Негізінен майлық немесе марлінің 2 қабатталған, дәке дейміз ғой, дәкенің 2 қабатталған стерилді дәкенде қолданса болады. Осы ылғалды камераға орташа үлгіден алынған, әрқайсысында 50 тұқым орналасқан, жалпы саны 200 тұқым орналастырылады біркелкі болып. Бұл міне бүгін бұл Тобольск тұқымы, яғни 3-ші күні. Мұнда 3-ші күні мемлекеттік стандартта көрсетілгендей, біз көбінесе әр дақылда негізі әртүрлі уақыт көрсетіледі. Ол дақылдың өзінің биологиясына байланысты болып келеді. Өсу энергиясы анықталады алғашқы күндері, ал кейінгі
күндері, мысалы 7-6 күндері, кейбір дақылдарда ол 10 күні лабораториялық өнгіштігі анықталады. Жалпы өнгіштік өсу энергиясын анықтағанда оның негізгі тамырлар жүйесіне, сонымен қатар өс күндеріне, оның өс күндерінің сапасына да үлкен мән береді. Осы тіпті 3-ші күннің өзінде ақ біз бұл ылғалды камерада байқалып келе жатқан саңырауқұлақ ауруларын, сонымен қатар бактериялық ауруларды көрсек те болады. Негізі фитосараптамада негізі әртүрлі әдістер қолданылады. Соның бірі макроскопиялық әдіс. Ол невооруженным глазом дейді, яғни микроскопты қолданусыз арқылы тек лупаның көмегімен немесе жай әшейін тұқымдарда, әлі бұлай отырғызылмаған жай тұқымдарда олардағы кездесетін қатты қара күй ауруларының тұқымдарына байланысты, қатты қара күй ауруларына немесе басқалардың да спораларына байланысты біз оларды анықтай аламыз. Және макроскопиялық әдіспен көбінесе сынған тұқымдарды, зақымдалған тұқымдарды да анықтауымызға болады. Ал мұнда өздеріңіз көріп отқандай, арпаның және бидайдың лабораториялық, зертханалық өміршеңдігін, яғни өнгіштігін анықтайтын кезең болып табылады. Бұл сымбат жаздық арпасы. Мұнда өздеріңіз көріп отқандай, алғашқы тұқымдарда көп таралатын, тұқым арқылы егістікте де көп таралатын тамыр шірік ауруларын байқауымызға болады. Сонымен қатар кейбір тұқымдарда бактериялы эксудаттардың шығып тұрғанында байқауымызға болады. Сонымен қатар бипайлярис және сапрофитті микроорганизмдердің, яғни мукр, альтернарияның түрлерінде көрсек болады. Мұнда көріп отырғаныңыздай өте қоректік ортаға бай, сапалық жағынан өте қажетті, бізге қазір дүние жүзі бойынша Қазақстан экспортта тұрған алғашқы мемлекеттердің бірі болып тұрған майбұршақ дақылының фитосараптамасы. Мұнда да көбінесе бактериялы аурулар, сонымен қатар зең саңырауқұлақтары көптеп дамыған. Мысалы, мына тұқымды алатын болсақ, бұл алғашқы фитосараптама нәтижесінде көрсетіліп кететін тұқымның бірі. Яғни толық пісіп жетілмеген немесе сақтау кезінде бір өзгерістерге ұшыраған тұқым болып саналады. Сонымен қатар мұнда мукр, зеңгір саңырауқұлақтары, аспергиллус зең саңырауқұлақтарында байқасақ болады. Қазақстан үшін маңызы бар, жалпы әлем үшін маңызы бар бұл дақылдың бірі жүгері. Жүгері ауруының мұнда бірнеше ауруларын көруге болады. Мысалы, мұнда бактериялы аурулар дамыған. Бактериялы аурулар дамыған. Сонымен қатар зең саңырауқұлақтар дамыған. Ал жалпы микроскоп арқылы зерттейтін болсақ, мұнда фузариоз қоздырғышы, яғни тамыр шірік ауруының қоздырғышының бірі анықталған болатын. Ол көбінесе ақ үлпекті осындай өңез түседі. Мұнда бір неше сұрақтар бар екен.
бұршақ тұқымдас дақылдар тұқымына орташа сынамасы мен бақылау бірлігі бар ма дейді. Әрине, жаңа атап өткендей, кез келген дақыл үшін мемлекеттік стандартта көрсетілген сынамалардың белгілі бір үлгісі бар. Ол 1000 грамм, яғни 1 килограмм есебінде болады. Келесі сұрағымыз: қарапайым фермер өз шаруа қожалығында атап өткен қандай әдістерді қолдана алады? Енді қарапайым фермер менің ойымша макроскопиялық әдісті ғана қолдана алады. Себебі макроскопиялық әдіс бұл ең алдымен тұқымның тазалығына және оның сыртқы өзгерісіне ғана негізделген. Сондықтан кез келген фермер орташа бір келі тұқымды алып, оны кез келген тақтайшаға жайып, оны қарай алады. Әрине, ол тақтайша немесе бір ретті қолданыста болу керек, өйткені зертханалық жағдайда мен сіздерге көрсетіп кеткен тақтайша әрбір үлгіден кейін міндетті түрде 96% спиртпен немесе басқа да дезинфекциялық құрал арқылы міндетті түрде сүртіліп отыруы тиіс, яғни зарарсыздандырылып отыруы тиіс. Басқа сұрақтар жоқ болса, мен жалпы зертханада қолданылатын әдістердің толықтырып кетсем. Жалпы білеміз, кез келген дақылдың негізі ол тұқым болып табылады, немесе отырғызу материалы дейміз. Негізінен тұқымда инфекцияның таралуының 3 әдісі бар. Яғни тұқымдардағы таралған саңырауқұлақ инфекциясы, сонымен қатар тұқым бетінде таралған саңырауқұлақ инфекциясы, сонымен қатар тұқымның ішінде жинақталған саңырауқұлақ инфекциясы. Алғашқысын жаңа атап өткен макроскопиялық әдіс арқылы анықтауға болады. Екіншісін зертханалық жағдайда ылғалды камералар арқылы анықтауға болады. Және де тұқым ішіндегі инфекцияны көбінесе биологиялық әдіспен, яғни агарлы қоректік орталарды қолдану арқылы анықтаса болады. Тұқымдарды жуу және шайынды суларды микроскоппен зерттеу әдісін айтып өтсеңіз дейді. Уақыт бар ма бізде? Тез айтып өтейін, уақытымыз тығыз екен, бірақ бізде 2 түрлі әдіс бар. Яғни 10 грамм мөлшерде алынған тұқым, ол жоғарыда атап өткендей тұқымның өлшеміне байланысты болады. Стандарт бойынша, ГОСТ бойынша тұқым өлшеніп алынып, ол суда шайылады. 10 дециметр куб түтікшелі ыдыста ол тұқымның сыртқы тегістігіне байланысты. Егер теп-тегіс болса 2 минут, ал егер бұжыр-бұжыр болса, мысалы қант қызылшасы тұқымы сияқты болса, онда 5 минуттай шайқалып, кейін ол алынған суды бірден микроскоп арқылы көре аламыз. Яғни онда кездескен спораларды анықтаймыз. Екіншісі бұл центрифугалар әдісі. Центрифугалап, оны ол жерге пайда болған тұнбаны ары қарай микроскоптау арқылы
анықтаймыз. Құрметті біздің көрермендер, достар, өкінішке орай уақыт тығыз болып тұр. Сондықтан маған өз бүгінгі тікелей эфирімді аяқтауға рұқсат беріңіздер. Мен ойлаймын, болашақта жалғастырамыз деп. Және де айта кететінім, барлық фермерлерге, Қазақстанның барлық шаруа қожалық иелеріне сау тұқым өсірейік, сау тұқым егейік.